жиналыңдар жайсиерлер бұл ойында нағыз шеберлер қане біздің топты қолдап қолдарыңдар көтеріп бесік болмаларда қарсыластар тез тараңдар алға тек алға ұмтылған біздің есік тобы егер біз алаңға шықсақ ешкімге бермейміз топты жердің жарқылы шаңына бағынбай секіреміз қорғаныспен шабуылды жоғары деңгейде көрсетеміз біздің топты жеңу оңай емес сондықтан қалыспарың достым біздің бесік жылдамдарына біздер озбыз әрқашан алдамыз топтар тәртіп саламыз ұпай жинаймыз да әрі жалғастырамыз ойынды бұл біздің ең үздік топ Ouais. Баскетболдың күштерін елестетіп көрші, тек екеуміз ғана. Я, әрине, дәл осында ойнауға келсесің бе? Ой, сен де одан да дайындалғаның дұрыс еді. Қане, камераңды шығар, Стелла. Біздің жаңа киімдерімізге қара. Қызығай, сендер жаңа жыл шыршасы сияқтысыңдар. Сен қызғанып тұрсың, болмаса сәнді бағаламайсың. Менің бұл шығеттеріме қараңдар, көрдіңдер ме, қалай екен? Стелла, бізді суретке түсір. Венеция жағалауы, керемет. Осы жерде баскетбол ойнауды армандаушы. Ендеше дала добын ойнап көрейік. Тамаша. Керемет, жақсы салдың. Сенің кезегің, сүйкімді бала. Сүйкімді бала, керемет ат қой. Эй! Сенің жаттықтырушың не айтқысы келгенін енді түсіндім. Не? Тони басқа не деп еді? Айтарлықтай ештеңе айтпады. Не? Негізі естімей қойған дұрыс. Тони сені мақтады, бірақ әуесқой ойыншы демеді. Тони, рас айтасың ба? Бейнетаспаны көресің бе? Бәрі де мақтауға тұрарлық ойыншылар. Бірақ Руди, алайда бұл әңгіме арамызда қалсын. Ай, абыржыма секілді бала. Егер баскетбол ойнау қолыңнан келмесе, басқа ойынға қатысуыңа болады деп ойлаймын. Тамаша, дәл қазір ойынды бастай беруіңе болатын сияқты. Ана аяқ киіммен ойнамайтын шығарсың, Мия. Қалжыңдап тұрмысың? Онда тұрған не бар екен сонда? Аяқ киімді шеш, дәл қазір. Не? Бірақ басқалар да осыны киіп жүр ғой. Мия, шеш дедім. Жоқ, мен оны шешпеймін. Сен мен мәжбүрлей алмайсың, түсіндің бе? Жағдайың дұрыс па, Руди, көңіл күйің жоқ қой? Бәрі жақсы. Жақсы дедім ғой. Оған өзімнің мықты ойыншы екенімді дәлелдеймін. Сонымен ойнаймыз ба, жоқ па? Оған не болған? Білмеймін. Vay, bunun ne? Абай бол, қағып кетем. Саған не болды? Күшті шабуыл ғой. Топ болып ұйымдасып ойнасаңдар қайтеді? Қандай керемет іскері аппақ екен.
Мыналар не істеп жүр өзі? Әттеген-ай. Ай! Енді бізден өте алмассың. Қарап тұрма, Руди, басқаларға лақтыр. Ойынды тоқтату үшін ысқырайын ба? Иә, жақсы болар еді. Тыңдаңдар, маған жаңағы ойындарың ұнаған жоқ. Мия, енді ана аяқ киіміңді шешетін шығарсың. Майк, Лео, босқа мақтана бергендеріңді доғарыңдар. Сендердің топтасып ойнағандарыңды көргің келеді, түсінікті ме? Стелла, ал сені... Мен Лениндің тістерінің кесірінен ештеңе көрмей қалдым. Маған өтірік айтқандарың ұнамайды. Баскетболды бар ынталарыңмен ойнағандарыңды қалаймын. Сендердің қателіктерің қарсыластарыңа еліктегендерің болып тұр ғой, солай ма, Майк? Қызығатын адамдарың олар емес. Одан да өздеріңнің достарыңа көңіл бөліңдер. Бұл саған да қатысты, Руди. Алайда жалғыз алысқа бара алмайсың. Жаныңда достарың бар екен, ұмытып кеттің бе? Айтшы. Қане, жауап берші. Мен оларға өзімді көрсеткім келді. Тамаша. Олардың алдында тағы ұялып қалмас үшін жақсылап ойна. Олар сен ойлағандай керемет ойнамайды, Руди. Жаныңдағы достарың бар. Сондай-ақ ең мықты ойыншыма сенім артамын. Рас па? Ең мықты ойыншым деймісің? Сенің болашағы жоқ ойыншың ба? Сен екі сөйлейсің, Тони Паркер. Сен не деп тұрсың, Руди? Армандай бер. Оның алдана қоймаспын. Армандаған жақсы ғой, солай ма? Ей, сендерге не болған? Сүйкімді бала, басқа ойынға ауысу туралы ойландың ба? Я, менің ойлағаным сендерді жеңу ғана. Мүмкін театрға барып көрерсің. Болмаса өрт сөндіруші болып көр. Нағыз қажет маман ғой. Керемет, Руди! Енді лақтыр! Руди! Менің бостан-босқа сөйлемейтінімді енді түсінген шығарсың, сүйкімді бала. Өте тамаша. Көп қалып қойдыңдар. Сонда да қуып жетеміз деп ойладыңдар ма, Тони Паркер? Ойын әлі аяқталған жоқ. Үздік бестік, керемет. Жақсы ойын көрсеттіңдер. Енді кім-де-кім жалғыз ойнайтын болса, олардың гольф ойынына ауысқандары жөн. Қалай ойлайсың, Руди? Ендеше кеттім. Жақсы. Сенің қалағаның да осы еді ғой. Бұл ойынның мен үшін ешқандай мәні қалмады. Не? Руди! Мені жалғыз қалдырыңдар. Түсінсем бермасын. Руди, саған не болған өзі? Неге бұлай қырсығасың, айтшы? Мен неге баскетбол ойнауым керек? Бәрібір қолымнан келмейді. Не деп тұрсың? Мен бар болғаны саған топпен бірлесіп ойна дедім ғой. Солай ма, Тони? Бәрде мақтануға тұрарлық ойыншылар. Бірақ Руди, алайда бұл әңгіме арамызда қалсын. Ендеше, жақсы, мен кеттім. Өтірік!
мен бұлай деген жоқпын. Айтып тұрғаныңды бейне таспаға түсіріп алыпты. Өтірік сөйлеме. Бейне таспадан дейсің бе? Оны саған кім көрсетті, Руди? Қане айтшы. Женя айтты. Жаттықтырушысымен сөйлесіп тұрғаныңды түсіріп алыпты. Мен сені мақтағанмын. Ол дәл сол жерін қиып тастаған ғой. Сонда менің сөзіме емес, Дженнидің айтқанына сенесің бе? Солай ма, Руди? Қойшы, Тони, саған сенбеймін, сен алмаймын. Бәрі бітті. Енді мені алдай алмайсың. Кетті. Оның соңынан барайын. Мен Рудиді ертіп келем. Руди, мені тыңда. Жалғыз қалғым келет, Мия. Руди, қырсыққаныңды қойсаңшы. Сен арамыздағы ең мықты ойыншысың. Қолынан ештеңе келмейді. Руди, келесі айналым басталғалы жатқанда бізді осылай тастап кетпексің. Олай істеуге болмайды. Тони бізді осы уақытқа дейін бірнеше жарыс қалып барды. Егер сен десе, олай етпесе. Келе қойыңдар, үздік бестіктер. Келесі айналымды бастаймыз. Осының бәрі сенің құйтырқы ойыңнан туындағанын білемін. Бұл жол жеңілесіңдер. Не істейміз, Тони? Әрине ойнаймыз. Төртеуіңе үлкен сенім артамын. Рудисіз бе? Я, Рудисіз. Не үшін екенін білесіңдер ме? Өйткені олар жалғыз ойнайды. Әрқайсысы өздерін көрсеткісі келеді. Әрдайым мақтанып жүреді. Бүгінгі жеңіс біздікі боларына сенемін. Жарайды, оларға қалай ойнау керектігін көрсетейік. Біз жеңеміз. Руди үшін бәріміз бірге. Негізі естімей қойған дұрыс. Тони сені мақтады, бірақ әуесқой ойыншы демеді. Мынаны көргің келе ме? Бәрі де мақтауға тұрарлы ойыншылар. Бірақ Руди, алайда бұл әңгіме арамызда қалсын. Абыржыма секунды бала, егер баскетбол ойыны қолымнан келмесе, басқа ойынға қатысуға болады деп ойлаймын. Баскетболды қалай тастап кетемін? Қане, Руди, бір шешімге кел. Кімге сенесің? Женеге ме, әлде Тониге ме? Түсінікті. Жарайсың! Уақыт аз қалды. Бұлшық еттері бір түрлі көрінеді екен, қалай ойлайсың? Керемет ойыншы атану үшін бұлшықетті жаттықтыру жеткіліксіз. Руди, Эй, Руди, үстіңдегі жеңіл жейде саған үлкен екен. Дегенмен жарасып тұр. Рахмет, Тони. Осылай киіну сәнге айналған. Алақай! Жарайсыңдар, үздік бестік.
Көрдің бе? Немен айналысу керектігін адаспай тапқан сияқтымын. Мен шыншылмын. Бар болғаны сол ғана. Не деген ақымақ едіңіз? Жеңіске алдау арқылы жетем деп ойлап қалдыңыз ба? Тыңдаңыз, есіме түсті. Ойын барысында тек жеңісті ғана ойлау керек. Кеттік балалар. Дүкен аралап қайтайық. Тездетіңдер. Қане, бұл жерден тезірек кетейік.